Сәлем, құрметті оқушы. Бүгін біз 2-ші сыныптың 37-ші сабағын қарастыратын боламыз. Екі таңбалы сандарды разрядтан аттамай жазбаша қосу және азайту. 34 қосу 23. 34 қосу 23-ті ондық бірлік деп төбесіне жазып алып. Енді мына жерде мысалы 30-ға 20-ны қосқан, яғни ондыққа ондықты қосқан, 4-ке 3-ті қосқан, бірлікке бірлікті. 4-ке 3-ті қосамыз, бірлік 7, оны бірліктің орнына жазамыз. 3-ке 2-ні қоссақ ондықтарды 5, оны алдына ондықтың орнына жазамыз. Тура осылай азайтуды. 57 азайту 23. Ондық бірлік, ондық бірлік. Бірліктен бірлікті азайтамыз. 7-ден 3-ті азайтсақ 4, бірліктің орнына жазамыз. Ондықтан ондықты азайтамыз. 5-тен 2-ні азайтсақ 3, оны ондықтың орнына жазамыз. Ал енді осы азайту мен қосуларды баған түрінде қалай шығарамыз? 52 қосу 16. Мына нәрсені ескеру керек. Бірлік бірліктің астында, ондық ондықтың астында. Бірліктен бастаймыз. 2-ге 6-ны қоссақ 8, 5-ке 1-ді қоссақ 6, мәні 68. Ал енді 25 сантиметр қосу 43 сантиметр. Сантиметрдің орнына сантиметрді жазамыз, себебі бұл өлшем бірлік. 5-ке 3-ті қоссақ 8, 2-ге 4-ті қоссақ 6. Жауабы 68 сантиметр. Тура осылай азайтудың да бір-екеуін шығарайық. Мысалы, 85 азайту 32. Бірліктен бастаймыз. 5-тен 2-ні азайтсақ 3, 8-ден 3-ті азайтсақ 5, мәні 53. 69 дециметр азайтамыз 27 дециметр. Дециметрді міндетті түрде жазамыз. 9-дан 7-ні азайтсақ 2, 6-дан 2-ні азайтсақ 4, жауабы 42 дециметр. Ал енді есеп шығарайық. Күзгі демалыста мектебімізден 32 бала мұражайға, ал 11 бала циркке барды. Мұражай мен циркке барлығы неше бала барды? Жазамыз. Мұражай 32 бала, цирк 11 бала. Сұрақ: барлығы неше бала? Барлығы неше бала? Барлығын табу үшін әрине қосамыз. Мұражайға барған балалар саны мен циркке барған балалар санын қосамыз. Жауабын өздерің жазасыңдар. Қосуда бірлікке бірлікті қос, ондыққа ондықты қос, яғни бүгін алған біліміңді пайдалан. Жауабына барлығы осыншама бала барды деп толық жазуды ұмытпа. Келесі 1, 9, 6 және 3 цифрларын пайдаланып ең үлкен және ең кіші екі таңбалы сандарды жаз. Осы екі санның айырмасының мәнін баған түрінде жазып көрсет дейді. Ендеше 1, 9, 6, 3 сандарының ішінде ең үлкен екі таңбалы сан қандай болады? 96. Ал ең кіші сан? 13. Осы екі санның айырмасын баған түрінде өзің жазып, мәнін табуды ұмытпа. Келістік пе? Егер видео ұнаса, лайк басып және каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Келесі сабақтың видеосында дайындап қоямын.